Ассалаумағалейкум достар. Бүгін Тильдадан сайт жасау бойынша екінші сабаққа келдік. Жарайсыздар. Бірдеңе талпынып үйренейін деп жатқаныңызға өзі қуаныштымын. Енді YT дегенді басамыз. Өзіміздің регистрация жасап қойдық. Алдымен YT десек өзіміз автоматически кіріп кетеді. Менің сайттарым дейміз. Сол жерде blank page дегенді басамыз. И сайт жасауға кірісе бастаймыз. Дайын шаблонмен сайт жасаймыз бұл жолы. Все блокиді басамыз, осы жерде өзіміз таңдап аламыз, меню дегенді іздейміз. И осы жерлерде бізге қайсысы керек, соны таңдаймыз. Company деген шаблон таңдайық. Сөп қосып кете беруге болады негізі. Ал енді осыны өзгертіп көрейік. Осыны өзгерту үшін мынау үстіндегісі осы біздің сайтымыздың шапкасы. Енді осы тексті мыналарды өзгертуге болады. Help, контакт деген. Мына жерде сайттың, мына жерде номерлерді өзгертуге болады. Оны қалай өзгертеміз? Оңай, бай. Контент деген басамыз. Загрузка болып кетті что-то. Контент дегенді басамыз. Tilda SS дейді қазір. Айып етпеңіздер, жаңа интернет өшіп қалды. И осыларды өзгерту үшін контент дегенді басамыз. Список меню дейді, жаңа about деп тұр ана жерлерде. Бүйтіп алып көрсете алмайды екенбіз. About жұмыстарымыз деген сияқты. Жұмыстар дей салайын. Сервис, көмек, контакты. About деген аудармасы қалай болады? Қазір about біз жайлы деп қоямыз. Ссылкаларды негіз бұл жерге ссылка жазу керек. Ссылка жазбаймыз. Әшін бай белгілеп қойып кете береміз. Список меню дейді. Осы логотип дейді. Логотипті. Көрдіңіздер жаңа соны логотипті өзгерте аламыз. Загрузить файл. Рабочий столда логотип дайындап қойғам. Открыть дейміз. Болды, мына жерге ссылка жазып қойсақ болады. Оны ссылка жазбаймыз пока. Мына жерде жұмыстар деп өзіміз жаздық. Сервис, көмекті, контакты деп логотипімізді қойдық. Енді сохранить и закрыть деп көрейік. Мінекей, көрдіңіздер ма? Әдемі шықты. Біз жай жұмыстар, сервис, көмек, контакты деді. Енді мына жерде осы сөздерді өзгерту керек. Ол үшін контент деген қайтадан кіреміз. Содан соң мына жерде дополнительный деген басамыз. Осы жерде телефон номерімізді жазып қоя саламыз. 8700 осылай деп жазып қойсаңыздар да болады. Мына жерге өздеріңіз почтамызды жазып қоя береміз. Мен өзімнің Instagram немді жазып қойын. Логинді. Instagram, TikToker. Енді жерде сізге әртүрлі текстер жазуға болады. Дайынбыз деген сияқты. Әртүрлі керекті нәрселер жаза береді ғой негізі. И сохранить, закрыть дейміз. Мінекей сізге сапалы қызмет көрсетуге дайынбыз дейді. Телефон номер, біздің логин. Осы жерге
тағы да бір қосуға болады. Осы жерде ссылки на социальные сети дейді. Осы жерге ссылкамызды қойсақ болады. Міне Twitter, Behance, әртүрлі. Қайда кіріп кеттік? Facebook, ВКонтакте, Instagram, YouTube. Деп, осы жерге ссылкамыз жазып қойсақ болады, и осы жерден былай шығып тұрады. Чтобы адамдар сайтқа кірген кезде осыны кнопканы басып, и прямой Instagramға адамдар кіріп кете алатындай болады. Жарайсыздар, осымен біздің екінші сабақ бітті. Сіздерді құттықтаймын. Енді сіздерге үй жұмысы дәл осылай жасап, суретке түсіріп, и менің Instagram'ға сторисыма белгілеп, міне түсіріп, и мен белгілесеңіздер, мен сіздерге жасаған үй жұмыстарыңызға баға беріп, бөлісетін боламын бұйырса, иншалла. Алла сіздеріңізге береке беріп, зейініңіздеріңді ашсын. Жарайды, сау болыңыздар.